Бала деген ол отбасының гүлі, бақыты дейді ғой. Бүлдіршіндер балапандармен жұмыс істеген біз үшін өте қызықты, және ол балалармен жұмыс істеген ол бақыт балалар біздің өмірге деген бір талпыныс береді, олармен жұмыс істеген қуаныш сыйлайды, мейірімді балалар, олар өте мейірімді жандар. Балалық шақта естеліктер өте жарқын, ол енді қайталанбайтын шақ. Сондықтан балалық шақ ол бір керемет кезең. Адам өміріндегі ең бір жақсы, бір таза, сондай бір нәзік шақ. Өзім көп балалы отбасынан шыққам. Сондықтан одан кейін білім қуып Семей қаласына келдік. Осына жоғары оқу орнын бітіріп, одан кейін еңбек жолым осы Арман балабақшасынан басталды. 91 жыл биыл міне еліміздің тәуелсіздігімен тұспа-тұс менің осы педагогикалық салада еңбек еткеніме 25 жыл толды. Біздің кезімізде, біздің балалық шағымызда біз әрқашан айтатынбыз, мұғалім боламыз үлкейгенде, немесе дәрігер боламыз. Ол мұғалімдер мен дәрігер біз үшін сондай бір керемет, мәртебесі биік тұлғалар болатын. Сондықтан мен де мұғалім болғым келіп, осы педагогика саласын таңдадым. Кішкентай бүлдіршіндер балапандармен жұмыс істеген біз үшін өте қызықты, және ол балалармен жұмыс істеген ол бақыт балалар біздің өмірге деген бір талпыныс береді, олармен жұмыс істеген қуаныш сыйлайды, мейірімді балалар, олар өте мейірімді жандар. Кішкентай бүлдіршіндерді біз өміршеңдікке, өмірді сүюге, отанын сүюге, одан кейін адамгершілік, рухани құндылықтарға тәрбиелейміз. Әрбір ата-ана өзінің баласын балабақшаға келгенде ол кешке таман баласын сол таңертеңгі әкелген сау, білімді, тәрбиелі қалпында алып кету керек. Сондықтан осы Арман балабақшасында істеп жүрген әрбір педагогтың еңбегі осыған байланысты. Міне биыл 2017 жылы Арман балабақшасының өмір дастанына 45 жыл болады. Енді ясли балабақша, одан кейінгі аралас балабақша болды. 90-шы жылдары балабақшалардың бәрі елімізде жабылып жатты. Құлдырау кезеңі, дағдарыс кезеңдері болды ғой. Сол кезде осы көптеген Семей қаласындағы балабақшалардың ішінен Арман балабақшасы өз қалпын сақтап, сол кездегі қиындықтарға төзеп біліп ұстап қалды. Енді оның осындай қазіргі күнгі жетістігін дамыған республика бойынша ең үздік балабақшалардың қатарында, облыс бойынша, қаламыз бойынша. Сондықтан бұған енді осындай дәрежеге жеткізіп үлес қосқан адамның бірі ол осы балабақшаның меңгерушісі, парасатты педагог, ұстаз, тәлімгер Каштекова Бақтау Қасымқызы. Жылдары мектеп-гимназия болған, бастауыш мектеп-гимназиясы жұмыс жасаған. Сондағы кезде ол өте сондай ең үздік алдыңғы қатарда болды, мұғалімдер жұмыс істеді. Одан кейінгі айтатын мәселе ол міне биыл 2016 жылы біз тағы да бір эксперименттік алаңға кіріп отырмыз. Ол осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша валио зияткерлік дамытушы курсы деп аталынады. Оның ішінде ойын технологиясы сабағы. Қазір сол бойынша біз эксперименттік алаң мәртебесіне кірдік. Осы балабақшада қабырғасында жүрген балалардың бәрі
қабілетті, дарынды. Енді соның ішінде жүректерінде жатқан сол қабілетті, дарындылықты аша білу, ол біздің педагогтардың алдында тұрған міндет. Кей кездерде өзімізді балалық шағымызды есіміз сүріп бала болып кетеміз. Сондықтан айтады ғой, балабақшада істейтін, барлық балабақшада істейтін әрбір педагог ол әртіс болу керек. Әртіс болу керек. Баламен бала болып ойнайды, сабақ өткізеді, жүгіреді. Сондықтан бұл бір өте бір қайталанбайтын бір керемет шақ. Тыңбай еңбек ету әрқашанда. Айтады ғой, еңбек етсең ерінбей, тояды қаның тіленбей деп. Еңбек оның түбі бірлік, оның түбі жеміс береді. Сондықтан еңбек еткен адам ешқашанда артта қалмайды.